Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен кабачоктан жасалатын оладьидің оңай рецептімен бөліскім келеді. Ол үшін видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге дайындаңыздар. Ол үшін бізге бір кабачокты үккіштен өткізіп алу қажет. Үккіштен өткізілген кабачоктың суы шығуы үшін оның үстіне тұзды қосып, жақсылап араластырып, 5-7 минуттай қойып қоямыз. Енді тазартылған сәбізді де үккіштен өткізіп аламыз. Жеті минуттан соң біз кабачокты алдық. Міне бізде кабачокта су жиналып қалған екен. Енді ол суды біз төгіп тастауымыз керек. Біз ыдыстағы суды төгіп тастадық. Енді құрғатып алған кабачокқа сәбізді қосамыз. Оның үстіне 2 жұмыртқаны салып, 3 ас қасық ұн қосамыз. Және оның үстіне укроп және сельдерейді қосамыз. Екеуін жақсылап жуып тазартып аламыз. Егер укроп пен сельдерей болмаған жағдайда, оны көкпеспен алмастыруға болады. Укроп пен сельдерейді турап алған соң, оны кабачоктың үстіне қосамыз. Дәміне қарай тұз және бұрыш қосып, жақсылап араластырып аламыз. Қызып тұрған табаға май құйып, енді оладьилерімізді жақсылап қуырып аламыз. Сұйық майды көп қосудың қажеті жоқ. Майды жақсылап қыздырып алған соң, осылай қасықтың көмегімен оладьилерімізді салып қуырып аламыз. Оладьилер 5 және 7 минут аралығында тез пісіп дайын болып шығады. Егер сіздерге майға қуырылатын оладьилер ұнамайтын болса, дәл осы рецептпен печкада пісіріп алуға да болады. Осымен біздің оладьилеріміз дайын болды. Дастарханға қаймақпен бірге ұсынсаңыздар болады. Рецепт өте оңай. Міндетті түрде осы рецептпен дайындап ауыз тиіңіздер. Видео ұнаса лайк басып, каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Барлықтарыңызға ас болсын.